жақсылық күтіп отыр, шипа күтіп отыр, мейірім күтіп отыр сол Құраннан. Олар Алла Құранда айтқан сияқты. Ал қазақтан сұрасаң, Құран не десең? Құдайдың сөзі дейді. Алланың сөздері рас деп оны ұлықтап қояды. Рас сөз ешуақта жалған болмас деп айтады. Құрметпен қарайды. Олар оны мойындаған жоқ. Және де Құранды сүйеді қазақтар. Кейбір жерден біз оны сүннет деп айтпаймыз, бірақ олардың Құранға деген құрметін білдіру үшін айтып жатырмыз. Бұнда бауырлар түсіне кетіңіздер. Мысалға бір жерде Құран оқитын болса, имам кісі келіп, молда яки болса Құран оқитын болса, бәрі тыныш отыра қалады, шуламауға тырысады. Тіпті кейбір жерде мен көрдім, ауылдық жерлерде бастарына тақия кию керек. Әйел кісі орамал отыру, жалаңбас отырмау керек. Құран оқушын әйелдің жалаңбас, орамал тағу міндет емес, бірақ олар білген, ілгергі апалары, ілгергі әжелері, орамал таққан адамдар, соларды естеріне қалған елестер. Сол үшін олар Құранды құрметтеген деп, сол үшін әйелдің кісі басына майлық қойып, болмаса басына салфетка қойып отқан кісілерді көреміз. Не үшін? Құранға деген құрмет, Құранға деген сүйіспеншілік жатыр ар жағында. Сонау уақытын бөліп намазын білмегендіктен мешітке келіп имамға Құран оқыса екен деп, имам Құран оқыған кезде сондай үйіп тыңдап, дыбысын шығармай, алақайын бірге жайып отыратындар қанша адамдар бар. Ал пайғамбар Мұхаммед Мұстафа кездің мушриктер кімдер? Құран олар сипаттайды. Олар дейді, олар дейді ол кездегілер мушриктер, Құдайдың түсірген Құранын жеп көрген дейді, ұнатпаған дейді. Құран аятына келген сияқты, ойда тұтла алейхим аятуна дейді. Олар Құран аяттар оқылатын болатын болса дейді, не дейді? Тоқтатуға тырысады дейді. Шекелер тырысып Құран адамға зәбір көрсетуге ұмтылатындар болған. Мұны осындай бір ұқсамайтын жерлер бар. Ал жаңа жерде айтатын болсақ, оларды біз қайтару үшін, бұл аруаққа сыйынған ширк, оны істеуге болмайды, бірақ ол мушрик болып кеткен мүмкін, оны дәлел керек. Намаз оқымаған дұрыс емес, намаз оқу керек деген нәрсені әдеппен, жан ашырлықпен, бауырлар, жан ашырлықпен уағыз айтайықшы, аламай жүрген кегіміз бар сияқты емес. Өзімізді баққан әке-шешемізге жан ашырлықпенен айтайықшы, бауырлар. Осыны түсінейік әрқашанда. Біз бір менсінбеушілік, кек аламай жүрген сияқты емес, жанашырлық. Намазда дұға қыл, солар білсе екен деп ақиқатты. Намазда дұға қыл, соларға шайтаннан азуырынан сақтасын, хидаят берсін, иманы күшейсін, намазға тұрсын, күндіз түнімен дайындал, жұмсақ сөзіңді арна, үйге келген қонағыңа тамағыңды қандай әдемі ұсынатын болсаң, Құдайдың сөзін, ұлы сөзін оларға әдемі қылып ұсын, сүйсініп жейтіндей қылып, сүйсініп ішейтіндей қылып ұсынуға ұмтылайық, бауырлар. Әдеп әрқашанда керек. Аллах пайғамбарымызды Құранда сипаттаған: "Ва иннака ла ала хулуқин азим", сен үлкен мінез құлықтың үстіндесің деді. Сол